құрметті YouTube оқырмандар, менің тегін 3-ші сабағыма қош келдіңіздер. Бүгін көп уақыт өткеннен кейін 3-ші сабақты түсіруге менде сондай бір мотивация, шығармашылық, бір көңіл күймен таңнан бастап оянып, осы уақытқа дейін дайындалып келдім. Егер де менің осы 3-ші сабағымды көріп отырсаң, онда сенің жолың болды деген сөз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы дұрыс тыныс алу, еркін дауыстың негізі деген. Дұрыс тыныс алу деген ол қалай? Біз әдеттегі өмірде тынысты кеуденің жоғарысына ғана аламыз. Яғни денеміз только мына жерге дейін. Кішкене Ақтөбенің диалектімен сіздерге түсіндіретін болам. Мына жерге дейін сіздер конкретно демді аласыңдар. Ал дұрыс дем ол бізде диафрагмада сақталған. Диафрагма дегеніміз ол қабырғаның астында, өкпенің астындағы көкет бұлшық еті. Бұл көкет бұлшық еті тыныс алған кезде ашылып, тыныс шығарған кезде жабылады. Дұрыс дем алу фазасын біз көбіне ұйықтаған кезде дұрыс дем аламыз. Бұл қызықты факт. Неге? Себебі адамның денесі жерде жатқан кезде, қандайды бір поверхностьтің үстінде жатқан кезде, ол түгел барлық зажимдарын алып тастайды дағыны. Іш еркін қалады. Мұрынмен ауа кіріп, іш өзімен өзі көтеріліп, төмен түседі. Біз ұйықтаған кезде ғана дұрыс дем аламыз. Ал қарапайым өмірде осылай жүрген кезде, біз краткий дыханиемен өмір сүреміз. Қысқа әрі жылдам дем аламыз қарапайым өмірде. Ал ұйықтаған кезде, қорылдаған кезде, байқайсыздар ғой, дұрыс мына диафрагма көтеріліп, төмен түсетінін анық бақылауға болады. Жалпы актерлар, әншілер, дикторлар, телеведущийлар, оперный певецтер, спортсмендер, әскери адамдар, осы және психологтар, осы 8 мамандық дұрыс дем алуды біледі. Ал қалған мамандық иелері дұрыс дем алмайды. Дем ол актерға не үшін қажет? Бұл сабақта сіздер актерге дауыс кішкене салқын теп қалып еді, маған мән бермейміз. Актерге дұрыс тыныс не үшін керек? Кеуде және диафрагмалық тыныстың айырмашылығы, тынысты басқару, сөйлеу кезінде ауа жетпей қалмау, дауысқа күш түсірмей анық әрі еркін шығару, посыл звука. Сонымен түсінікті ғой, біз қарапайым өмірде дұрыс дем алмаймыз. Ал сахнаға шыққан кезде, қандайда бір аудиторияны қамтыған кезде, немесе ұйықтаған кезде ғана біз дұрыс демалуымыз мүмкін. Сонымен достар, ең алдымен дұрыс демалу үшін қарапайым практика, қандайда бір поверхностьке дәл қазір жатып, диванға, жерге жатып, қолдарыңызға кітап алып, сол кітапты іштеріңізге қойыңыз. Іштің мына бір кіндіктен жоғары тұсына қойғаныңыз өзіңізге дұрыс абзалырақ болады. Енді дем алған кезде кітап көтеріледі. Ал дем шығарған кезде ол кітап төмен түсу керек. Қайтадан кітап түседі. Бақылаңыз, сіз өзіңіздің күшіңізбен кітапты көтеріп, кітапты түсірген сәт, ол сіздің ең дұрыс дем алғаныңызды білдіретін сәт. Түсініп жатсыздар ғой, Бақылаңыз. Міндетті түрде өкпе көтеріп кетпеу керек, яғни былай болмау керек. Былай болмау керек, яғни былай. Былай емес. Түсінікті ғой, Қысқа ауа ол мына жерге дейін. Ал біз ауаны дауыс, тынысымызды төменге қарай түсірген сайын біздің посылымыз ары қарай жетіп, сонау 30-шы, тіпті 50-ші қатарда отырған адамдар есту үшін бізге мына дұрыс тыныс алу, диафрагманың жұмысы, опора өте маңызды. Менің алдыңғы бірінші, екінші сабағымды қарап шығыңыздар. Біз айтқанбыз, мүсін түзулігі өте маңызды. Мүсін түзу еркін дене
дұрыс тыныс алу. Түсінікті ғой, осанка болмаса, сіз дұрыс тыныс ала алмайсыз. Сол себептен де міндетті түрде осанкаңызды ұстап, қолыңызды диафрагмаға қойып, өкпеңізге де бір қолды қойсаңыздар болады, бақылаңыз. Былай болмау керек. Бұл дұрыс емес. Түсінікті ғой. Бірден айта кетейін, бұл жаттығуды күнделікті жұмыс жасау арқылы ғана сіз результатқа шығасыз. 1-2 күн жасадым, все, у меня прекрасная опора, мен алысқа дейін сөйлей аламын деу, ол үлкен қателік. Күнделікті дайындық сізге осыншалықты алысқа дейін жеткізетін посылге кепілдік береді. Естеріңізде болсын, тұрақты дисциплинированный дайындық, тұрақты долгосрочный нәтиже. Хорошо? Бүгінгі тыныс алу, дұрыс дем алу тақырыбын кішігірім ғана талқылап кеттім. Егер де сіз дұрыс дем алып, үлкен аудиторияны қамтып, качественно сөйлегіңіз келсе, біздің курсымызға жазылыңыз. Біздің курс 7 жастан бастап 45 жасқа дейінгі жас ерекшелігін қамтиды. Камера алдында сөйлеу, аудитория алдында сөйлеу, шығармашылық емтихан, және де кино кастингтерге проба түсіру, соның барлығын қамтитын сондай бір универсальный курс. Жақында ғана біздің 15 оқушымыз грантқа түсті, Жүргенов, Шабыт колледждерге. Сіз де соның қатарына қосылып, бізбен бірге дайындалып, жақсы нәтижеге шығыңыз. Одан қалды бізбен бірге юристтар, бухгалтер, үлкен кісілер, кәсіпкер, мықты тәтелеріміз бізбен бірге дайындалып, мықты конкурстарға, алтын ханымға қатысып, жеке менімен дайындалып, қатысып, жүлделі 2-ші орын алған Шанытбек Бауаның өзін мен дайындағам. Егер де сізге ораторлық өнер, мына лидерлік качествоңызды, харизмаңызды барлығын қамтып тұрып, жестко дайындалғыңыз келсе, менің курсыма тіркеліңіз. Мен сіздерді қуана қарсы аламын, және алдағы 5-ші сабақта да сіздерді күтетін боламын. Ол жақта мен более дикция, артикуляция, мына тіл, тіс, ерін, жақ, осы жөнінде сөз қозғайтын боламыз. Каналға тіркел, лайк бас. Және, ұмытып кеттім, бізде датасын. Шымкентте 31 тамыз күні, Атырауда 10 сентябрь күні, және де Алматы қаласында қыркүйек айында тегін мастер-класс болады, офлайн түрде. Менімен бірге бетпе-бет жүздесіп, сіз тегін мастер-классқа қатысып, өзіңізде қандай дефект бар, минусыңызды біліп, сонымен жұмыс жасауға мықты практикаларыңызды алып кетіп, дамуға бір сәт, бір қадам жақындаңыз. Мен сіздерді офлайн мастер-класста күтемін.